Қарағанды облысында тұрғын үйдің 60% жылу есептегіш құралдарсыз отыр. Қазақстан Республикасы өңірлік даму министрлігінің құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істер комитеті жылу есептегіш құралдарын орнату жұмысын бекіткен болатын. Жыл соңына қарай аяқталуы тиіс жұмысқа бюджеттен 8 миллиард теңге бөлінген еді. Алайда осы уақытқа дейін қаламызда 840 жылу қадамын орнату тетігі қойылған. Ал қондырғы орнатылмаған пәтерлердің басты ақауларымен танысқан мамандар мәселенің жақын арада шешімін табатын болды. Қазақстан Республикасы өңірлік даму министрлігінің құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істер комитеті мен Қазақстан тұрғын үй коммуналдық шаруашылық орталығы мамандары қаламызда орнатылған жылу есептегіш құралдардың орналасу барысымен танысты. Республика көлемін қамтып отырған бұл бастаманың тұрғындар үшін пайдалы жағы орасан. Жылу тарифінің шаршы метріне төлейтін сома жарты есеге төмендеп, орташа есеппен жан басына шаққанда 100 теңгені құрамақ. Осы түсіндірме жұмыстарын жүргізу кезінде Алматы қаласында, Қапшағай қаласында, Талдықорған қаласында, Ақмола облысында және Көкшетауда болып өттік. Сол кезде Қапшағайдағы өте тұрғындардың айтуы бойынша ол жерде өте тиімділігі, яғни олар бұрын шаршы метріне 60 теңгеден төлеген болса, қазір осы тұрғынның көмегімен 30 теңгеден төлейді. Яғни екі есе өте несі байқалады. Жылуды есепке алу құралдарының қадамдық тетігінің маңыздылығы мен пайдалы жақтарын халыққа түсіндіріп насихаттау барысында мамандар Павлодар, Алматы, Өскемен қалаларында болып қайтқан болатын. Анатолий Шкарупа облыс әкімінің орынбасары Сабыржан Ыдырысовпен болған жиында Қарағанды қаласының 80%-ға жуық көпқабатты үйлерінде аталмыш қондырғының орнатылғандығын жеткізді. В соответствии с законом о жилищных отношениях біз осы уақытқа дейін ондаған қалаларды аралап шықтық. Халықтың көбі бұл жылу көрсеткішімен танысып, қолдайтындықтарын білдірді. Қарағанды қаласында шамалы аумаққа орнатсақ, жоспар 100%-ға орындалмақ. Абай, Балқаш, Жезқазған қалаларында орнатуға 1 миллиард теңге қаржы жұмсалмақ. Ендігі уақытта тұрғындар тарапы жылу тарифін жылу тетігіндегі көрсеткіш бойынша төлемек. Қыс мезгіліндегі пәтер температурасының салқындығына себеп басты кінәратты да осы қондырғы арқылы анықтамақ. Мақсат Бейсенаев, Олжас Каббасов, Гауһар Жұмабай, 1-ші Қарағанды телеарнасы.